тілек айтып, жаңағыдай бүгінгі сабақты бастаймыз. Алтынай, сен өте керемет адамсың. Саян, сен ақылды. Әділет, сен күштісің. Жарайсың. Сабақ. Үйге берілген тапсырманы еске түсіреміз. Жарайсыңдар. Содан үй тапсырмасын пысықтау дейді. Балалар, қаншайым тақтаға шығамыз. Мынау көкөністің артында сұрақтар бар. Сыртқы келбеттің биасы неде дейді? Балалар, біз сыртқы келбетті бұл екінші сабақ өтіп жатырмыз. Жалпы сен не деп ойлайсың? Тақтаға қараймыз. Тақтада не көріп отырсың? Түсіндіріп айт. Көкөністер, банан, және де мандарин, және де жүзім, алма, А, Б, С, және де Д дәрумендер бар. Бұл адам ағзасына өте пайдалы көкөністер. Жарайсың. Мінекей, саған мынаны дәптерге күнделігіне қазір жабыстырып қой. Жақсы, қаншайым отыр? Алма, банан, жемісін сипатта дейді. Қандай сұрақ келіп жатыр екен? Так, жүзімді сипатта дейді. Жүзімді көріп тұрсыңдар. Ал сипаттаймыз, сын есім тұрғыда. Сипаттаймыз. Жүзім ол жасыл түсі. Дұрыс. Көрсет. Оның домалақ. Пішіні. Пішіні домалақ. Оның салмағы орташа. Адамға пайдасы бар ма? Дәмі қандай? Дәмі тәтті, жалпы сын есімге біз сипаттап беріп қазір. Балалар, ат салысып қатысамыз, қобалжымаймыз. Дара сын есім дегеніміз не? Дара сын есім. Өзі айтып тұр ғой? Дара сын есім деді. Саясат? Саясатқа көмекке. Бардым. Әлі бір сөзбен құралатын сіңірсіңді бір дарасын. Дұрыс мысал келтірші. Мысалы, үлкен, дұрыс. Мінекей, бір сөзден ғана құралатын сөздер не дейміз? Саясын қайталашы. бір сөзбен құралатын сөздерді дарасын. Саған қосымшамен өзім сұрақ беремін. Қызылда. Мына қызыл алма көріп тұрмыз. Мына жерде осыны сипатташы өзің. Қызыл алма дейміз. Түсін айтамыз. Түсі қызыл. Және пішіні қандай? Дұрыс. Дәмі? Дәмі тәтті. Көлемі салмағы қандай? Салмағы қандай? Жеңіл, жарайсың, отыра ғой. Бізге мандаринді сипаттап берді. Мандариннің Қайсысы мандарин? Көрсет. Мандариннің түсі қызыл сары, ода С дәрумені бар. Дұрыс, С дәрумені бар. Пішіні домалақ. Дұрыс. Көлемі жеңіл. Несі салмағы? Салмағы жеңіл. Дәмі қандай? Дәмі тәтті сәл. Жарайсың, отыра ғой. Осылай қатысып ойындар балалар. Қобалжымайық. Жеміс жидектің адам ағзасына пайдасы дейді. Соңғы сұрақ. Жеміс жидектің адам ағзасына пайдасы өте зор. Және бұларда көптеген Д, А дәрумендері бар. Бұлардың салмақтары ауыр және жеңіл болып келеді. Және дәмі әртүрлі болады. Түстері де әртүрлі болып келеді. Адам ағзасына пайдасы өте көп. Сол себептен жеміс жидекті жиі жеп тұруымыз керек. Жақсы. Мінекей. Танысың ба? Эссені оқимыз. Эссені оқимыз. Болмаса, ішкі және есінде көргізіп құқықтай бермесіне берілді. Дауысын шығармыз. Көз жеткізу мүмкін емес. Кездеске кез келген кісі өзі туралы жағымды келбетімен кәсіптік құқықтары арқылы айтып береді. Жақсы. Жақсамыз сабаққа. Үй жұмыста эссе жаздық па? Даниэль. Эссе оқысам бола ма? Қағда. Кім? Дама. Жеміс жидектің адам ағзасына өте пайдасы зор. Және де
Біздің алмадар жемісімізде А және Б дәрумендері бар. Жазып бердік па? Ал оқи ғой. Бұл балаларда жақсы отырады. Біздің мемлекеттік көрікті болмаса, ішкі жан дүниесінде көңілімізді қызықтыра бермейтіні сөйлесіп көрмейінше оның қандай адам екенін көз жеткізген мүмкін емес. Десек те кез келген кісі өзі туралы сыртқы келбетін жағымды қылықтары арқылы айтып береді деп сайраймыз. Адам баласы барлық уақыттары тартымды. Иә. Жарайсың, отыра ғой, келесі. Қазіргі кезде адамдарды сыртқы келбетке қарайды. Сыртқы келбет дегеніміз адамның түрі, киімі, шашы, аяқ киімі. Ал бірақ адамның сыртқы келбетіне ғана емес, ішкі жан дүниесіне де қарау қажет. Ол дегеніміз адамның сырты бүтін болғанымен ол іштей мұңайып тұрған болуы мүмкін. Адамның сыртқы келбеті мен киім киюі оның ішкі дүниесіне де хабар беріп тұратыны бұрыннан білеміз. Адамның қандай көңіл күйде екенін біле алмаймыз. Өйткені біз оның ішкі жан дүниесін көріп тұрған жоқпыз. Ол адам мүмкін қуанып тұрған шығар, мұңайған шығар, күлген шығар, бірақ біз оны қандай көңіл күйде екенін білмейміз. Тек өзіміздің көңіл күйлерімізді ғана білеміз. Ал егер сол адам сырт көзге қуанғанын көрсек, оның қандай көңіл күйде екенін біле аламыз. Сондықтан адамдардың көбісі сыртқы келбетіне ғана емес, ішкі дүниесіне де қарау қажет екенін білеміз. Жарайсың. Апай, мен оқысам боламын. Мәселен, жүзбен нұр шашып тұрған жандар көпке мінезді мейірбан болып келеді. Дегенмен адамның бет пішініне қарап, мінездік даралығын барлығымызға бейбақылдай бермейміз. Өзіңізді қызықтырған тұрғаны танығыңыз келсе, назар салыңыз. Беті томпақ адамдар, олар көбіне әзіл қалжыңға бір табан жақын болады. Беті сопақ адамдардың, олар мысалы дірбекей, қатал көбіне и жағынан бір нәрсені ғана білетін, тек бір жақты ғана білетін адамдардың әзілді түсіне алатын және басқа адамдарға да әзілді орнында қолдана алатын, өзін ғана емес, айналадағы ортамында көңілін көтере білетін адамдардың беттері домалақ болады. Мұндай жандар өкпешіл әрі сезімтал келеді. Кез келген дүниені жанына жақын қабылдап, әр нәрседе шешімді тек жүрегіне таңдағанын жөн көреді. Ал адамның көңілде немесе депрессияда жүрген маңдай сызықтарынан анықтауға болады. Екі қастың ортасындағы әжімдер мінез ауырлығының белгісі. Мұндай жандар көзқарасы салмақты, үнемі ой үстінде жүреді. Маңдайыңыздың көлемде сіздің болмысыңызды бағамдауға көмектеседі. Мәселен, көп оқыған, көп ізденетін, көп нәрсені білсем деген және де ол өзіндегі өмір тәжірибесін басқалармен еркін түрде бөлісе алатын адамдардың мысалы маңдайлары өте кең болады. Бет арқылы ішкі жан дүниесін түсіне алатынымызды айтты. Яғни егер адамның көп адамдардың сыртқы келбеті ішкі келбетіне қарағанда алдамшы болады. Сол үшін оларды сырт келбеті арқылы ішкі жан дүниесін түсінуді көрсетті. Адамның ішкі келбеті туралы көрсетті. Иә. Тағы да. Адамның келбетіне қарап көңіл күйін көруге болатынын айтты. Иә. Ол жақта мысалы беті томпақ адамдар көңіл күйлі болып келеді. Олар әзілқой болып келеді. Жарайсың. Бұл жерде сыртқы келбет туралы айтып жатыр. Сыртқы келбетіне қарай адамның ішкі дүниесін тануға болатынын бізге ескертіп, және бізге соны білуге, соны білуді айтып жатыр. Жалпы сыртқы келбеті өте келбетті болып, ішкі жан дүниесі екеуі бірдей болуы мүмкін ба? Не себептен деп ойлайсыздар? Сыртқы келбеті әдемі болған, ішкі келбеті жаман адам болуы мүмкін. Иә, алдамшы болуы мүмкін. Ол сыртқы келбеті жаман, іші жақсы болатын адамдар да болады. Оларды кемсітпеу керек, оларды. Жарайсың. Жақсы. Сыртқы келбет және өмір салты дейді балалар. Бүгінгі сабақтың
Мақсаты, оқыту мақсаты сын есімдердің шырай түрлерін, көркемдік ерекшелігін тану және сын есімді зат есім орнына қолдана білу дейді. Балалар, біз бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Жалпы бүгінгі сын есім шырайларын өтіп келе жатырмыз, білеміз ғой барлығымыз, Енді сол қорытынды сабақ болып бүгінгі ашық сабағымызды қорытындылап жатырмыз. Енді сабақтың мақсаты дейді. Сабақтың мақсаты дәл солай, сын есімдердің шырай түрлерін, көркемдік ерекшелігін таниды және сын есімді зат есім орнына қолдана біледі дейді. Келесі, сын есімнің зат есімнің орнына қолдана білу деген ережені оқимыз барлығымыз міне. Сын есімнің зат есімге айналуы дейді балалар, тыңдаймыз. Егер қасында зат есім болса, мына сөздер әрі зат есім, әрі сын есім қызметінде жұмсалады. Мысалы, ақ, қара, көк, салқын, сұлық, жақын. Мысалы, барса, тамда гүл тұр, солқылдаған дейді. Басында 3 жеміс бар, былқылдаған. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары дейді. Осындағы ақ, қызыл, сары сын есімдердің зат есімге айналып тұрғаны жеміс дейді. Бірі ақ жеміс, бірі қызыл жеміс, бірі сары жеміс деген зат есімнің түсіп қалып, ақ, сары, қызыл сөздерінің оның жүгін арқалап зат есімге айналып тұруы. Егер сын есімдерге жалғаулар көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғанса, болды, зат есімге айналып дейді. Алпы сыртқы келбетіңіз жақсы болу үшін балалар не болу керек екен бірінші? Гигиенасын сақтау керек. Тағы да тазалығы. Және бұның барлығы не? Салауатты өмір салты. Кім оқиды? Кім тапты? Әрқайсымыз бір-бір сөзден болса тапқандар ма? Тағы. Адам деген зат есім. Сыпайы деген сын есім. Жақсы. Таза, дұрыс. Дұрыс. Жарайсың, тағы да. Жақсы, тағы да. Кірсіз, сыпайы, таза, қиын. Тағы да. Жақсы, жарайсың. Тағы. Оқи ғой. Сыпайы, артық, мықты, кірсіз. Жарайсың. Өзіне лайықты ұлттық киімдері бар болар, білеміз онда, Біздің қазақтың ұлттық киіміне ештеңе жетпейді. Сонымен қатар мына жерде суреттер берілген, қараңдар. Осы суреттерге ат қоямыз. Барлығымыз кім? Бірінші ат қояды. Жылдам. Мына бірінші суретке. Кім? Шуға. Сыртқы келбет. Дұрыс. Тағы да екінші сурет. Жылдам. Алинұр. Дұрыс. Дұрыс. Тағы. Мына суретте не беріп тұр? Ал не беріп тұр? Жақсы. Тағы. Тағы. Жақсы. Дәстүр. Тағы. Тазалық. Тағы. Ойын. Тағы. Қазақтың беташар, Біздің бүгінгі сабағымыз технологиямен байланысты деген, одан кейін мынау тәрбие сағатына байланысты деген. Адамның сырт келбеті, оның бет келбеті
жазып келеміз. 60 немесе 70 сөзден құралған. Келіп